Құрметті қажаға қажапарына бүгінгі жасап жатқан кереметтей келіп түсіп жатқан тойларыңыз құтты болсын. Алыс жақыннан осы тойға қуанышқа ортақтасып келіп отқан, мына залымызды толтырып отқан ағайын туыс баршаңызға осындай кереметтей қуанышты сәттер жұғысты болсын. Енді мен көп созбай-ақ қояйын, осында қазір Нұрсұлтан сөз арнайы тілегімен уағызын айта жатар, барып күндікті насихатқа берсек деген ниеттеміз. Бірақ енді бір Абай атамыздың керемет сөзі бар. Жасаулы деп, малды деп, байынан алма, кедей қызы арзан деп, құмарланба, ары бар, ұяты бар, намысы бар, ата-ананың қызынан қапы қалма деген екен. Осындай инабатты ибалы келіндеріңіз өздеріңізге құтты болсын. Алтынан Құдай қаласа жақсылықтар еріп, немере шөбере сүйіп, соның қуанышына тоймай жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, мынау Мұрат ағамыз бен Махаббат апамызды қажылар отбасын құрметтеп, сонау алыстан Қарақалпақстаннан келіп жатыр екен, жаңа айтып жатыр. 2000 шақырымнан. Уақыт деген қымбат нәрсе, ағайындар. Уақытты қымбат нәрседен қымбат адамға ғана жұмсай алады. Сондай қымбат уақыттарын қымбат болған сіздерге жұмсап келіп жатқан барша ағайын туысқа рахмет, Алла разы болсын. Сіздің қуанышыңызбен ортақтасайық, бөлісейік деп келіп жатыр. Мынау ұмытпасам, сіздерді енді көптен күткен бұл той, Алла тағала тойдан тойға жалғай берсін. Ертең де той Құдай қаласа, ертең де қалмаңыздар деп өзім шақырып қойып. Осылай қалай сіздерді мына өмірде бүкіл айналаңыз, туған туыстарыңыз, көрші көлем ағайын туыс, жора жолдастарыңыз қалай сыйлайды, Құдай тағала солай сіздерді сыйласын. Істеп жатқан қаншама жақсылықтарыңыздың нәтижесін бұл дүниеде де Раббыңыздың алдында да көріңіздер. Мынау некелеріңіз қайырлы болсын, күнім айналайын келінім. Өзі неке деген нәрсе бұл бір-біріне адалдау деген ғой. Әр нәрсенің мақсаты бар, жаңа айтып жатырмыз. 2000 шақырымнан келіп жатқан ағайынның мақсаты не ол? Тойларыңызда ортақтасайық, қуаныштарыңызды бөлісейік деген. Сол сияқты некенің де мақсаты бар, ағайындар. Біле жүріңіздер. Некенің ең бірінші мақсаты бұл Алланың міндеттегеніне бойысу екен. Алла тағала Құранда айтады: "Фанкиху ма таба лакум минан ниса". Өздеріңе ұнаған әйелдерден алыңдар дейді Алла тағала. Біз сол Алланың бұйрығына бойысынған күйде лаббайка я Алла, сенің бұйрығыңа бойысындық деп некемізді қияды екенбіз. Бұл бірінші мақсат. Екінші некенің мақсаты, ағайындар, бұл пайғамбарымыздың сүннеті екен. Пайғамбарымыз айтады: "Шамасы жете тұра, үйленбеген кісі менің үмметімнен емес" дейді. Сондықтан да бұл үйлену пайғамбарымыздың ең үлкен сүннеттерінің бірі екен. Үйленіңдер, көбейіңдер, мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын деп айтқан екен пайғамбарымыз. Бұл некенің екінші мақсаты болса, үшінші мақсаты, ағайындар, арамнан тыйылу деп аталады. Яғни неке бір-бірін адалдағаннан кейін адамзат не істемеу керек? Некесіз қарым-қатынастан өте сақ болу керек. Міне, некенің бір мақсаты бір-бірін адалдау. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Біз дейді, бірінші адамды жараттық" дейді. Және адамның өзінен, яғни аяғынан дейді, қабырғасынан, сол жақ қабырғасынан, жүрекке жақын жерінен жаратқан екен. Сол жақ қабырғасынан біз жаңағы Хауа ананы жараттық дейді. Не үшін? Әйел затын жараттық дейді. Білесіздер ме, әйел затының жаратылыстағы мақсаты не екенін? "Литаскуну илейха" дейді Алла тағала. Сендер олардың жанына барған кезде жандарың жай табу үшін дейді. Демек, әйелдің ерінің алдындағы жаратылу мақсаты, ер адам оның жанына барған кезде не істеу керек екен? Жаны жай табу керек екен. Үйден қашып кетуге асықтырмау керек екен. Бұл некенің үшінші мақсаты. Төртінші мақсаты бұл ұрпақ қалдыру дейді қажекелер. Қажекелер деп бұл той екен ол. Меккеде тұрды ойлап қалдым. Төртінші мақсаты, төртінші мақсаты ұрпақ сүю, ағайындар. Ана қараңыздар.
Адамның бір қызығы бала деген деп айтады Абай атамыз екен. Бұл бала адамның ұрпағын жалғайтын көзінің қарашығы екен. Бірақ енді қазақ айтады, бір бала бар, әкесінен жете туады, бір бала бар, әкесінен өте туады, бір бала бар, көтінен кері кете туады. Біз асырап жатқан балалар кері кете туатын емес, бізден асып туатын балалар болуын сұрауымыз керек. Некедегі мақсат сіздер Алладан, некеде білесіздер ғой, анау сәл плюс 18 болайын деп тұр, енді айта беремін. Қызық бұл тақырып негізі. Соны неғылайын деп жатқан кезде өзі дұғалар бар айтылатын. Я Алла, біздердің ұрпақтарымызды шайтанның азғыруынан, уәсуасынан сақта деген дұға бар. Демек, шайтан сақталған ұрпақ қандай болады екен? Салиқалы ұрпақ болады екен. Салиқалы ұрпақты қалдырудағы мақсатымыз не? Ертең біз кеткеннен кейін біздің артымыздан еске алып дұға қылып тұрады екен, ана қараңыздар. Өйткені ана жаққа барған кезде кәсіби болып жоқ, ағайындар, шотыңызға лақтыру деген жоқ болды. Халық банк істемейді ол жақта. Тек қана не барады? Дұға барады. Сондықтан некенің төртінші мақсаты артыңыздан дұға қылатын игі ұрпақты қалдыру екен. Бесінші мақсаты, ағайындар, әт-тағауну бил-бирри уат-тақуа. Жақсылыққа, тақуалыққа бір-біріне жәрдем беру, күнәлі істерде бір-бірін тоқтату. Қандай бір жақсы іс бар, Құдай рұқсат еткен, пайғамбар рұқсат еткен, сол нәрсеге ұмтылу, Құдай рұқсат етпеген, пайғамбар қайтарған нәрседен бір-бірін қайтару. Неке осы 5 нәрседен тұрады екен, ағайындар. Ана қараңыздар. Білесіздер ме? Осыны білмейміз ғой біз. Үйлену керек, той жасау керек, ар жағы қызығымыз жоқ. Бұның ар жағында осындай нелер бар, нәзік сырлар бар. Енді онымен барлығын айтып тұра алмаймын сіздердің алдарыңызда. Мына жерде үлкен апалар бар. Сол үшін сіздер подробный басып қойыңыздар, мен кейін өзім сіздерге хабарласып қолыммен айтып тұрамын. Мынау тойларыңыз тойға ұласа берсін. Ере ескеріп, құрметтеп, бұл Махаббат апа мен Мұхтар ағаның қажылары деген жетеді. Айтайын бар, 1000-ға жуық қажы бар бұл кісілерде. Бірақ солардың ішінен Құдай нәсіп еткен неке қажылар келді. Қалғандарының барлығы тілекші. Сондықтан тойларыңыз тойға ұласа берсін. Мен мына жерде өзімнің шығармашылық кешімді қоймай қояйын. Алла тағала өмірлеріңізді тек қана шаттыққа, қуанышқа бөлесін. Мынау жастар бақытты болсын. Құдай қаласа, үйлеріңізге тек қана тойға, жақсылыққа, апам айтып жатыр, келесі жылы шілдеханаға деп жатыр. Сол Құдай қаласа, келесі жылы емес екен, апам биылға кіреді екенбіз ғой. 25-ке кіреді екен. Өйткені ол екінші ай болды. Құдай қаласа, осы биыл кіреді екенбіз. Соның барлық қызығын көруді Алла нәсіп етсін. Аман сау болыңыздар, тойларыңыз тойға ұласын, қуаныштарыңыз ортаймасын, көбеймесін. Баршаңызға той жосты болсын. Үйлеріңізді үйленбей жүргендер үйленіп, күйеуге шықпай жүргендер күйеуге шығып кетсін. Осы айдан қалмай. Как раз елдемін, шақырыңыздар, келемін.